Қайырлы күн, құрметті ғаламтор желісінің пайдаланушылары. Бүгін сіздердің назарларыңызға күнтізбе беттерден парақтағанда атты электронды көрме байқауын ұсынып отырмыз. Бұл кітап көрмесінде осы жылдағы нақты күндерді ашық көрсететін кітаптар ұсынылады. Ғалым философ және шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай екінші мұғалім көрме бөлімін ұсынамыз. Тарих, тұлға, қоғам кітабында Фараб жеріне бара жатқан әл-Фараби жайлы айтылады. Мұхаммед даңқты жауынгер, Мұхаммедтің ұлы дала түйінінің немересі. Ол дала патшалығына жетіспейтін білімді алу үшін Фарабқа жол тартады және өз туыстарының өмірін өзгерткісі келеді. Ол Фараб кітаптарына асығады. Оның жүрегі өз күшіне деген үміт пен сенімге толы болады. Фараб әл-Фарабтан шыққан адам деп айтады. Осы кітап әл-Фарабидің білімге деген құштарлығын ашық көрсетеді. Сонымен қатар Қазақстанның болашағына үлкен үлес қосқан және біздің еліміздің басшысы болған елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жайлы әдебиеттерді ұсынамыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Тарих толқынында» атты кітабы оқшау есте қалар ерекшелігі әркімді ұлт есебінде өзін-өзі тануға, ұлтының тегін тарихын, мінезі мен қасиетін саралауға үндейді. Туған елінің бар ауыртпалығын, жан жүрегін шамырқандырған елбасы ештеңені бүкпей ашық сырласады. Бірде арғы, бірде бергі тарих қойнауларына сүңгіп, бірде әлем кеңістігі әрқилы елдер беталысына зер сала отырып, туған елі Қазақстанның алыс жақын болашағына көз тігеді. Бұл кітап Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі мен қызметін ресми тарихи ғұмырнамалық зерттеудің алғашқы тәжірибесі деуге болады. Мұнда оның қарапайым ауылдағы жасөспірім кезінен бастап ұлт көшбасшысына дейінгі өмір жолы баяндалады. Кітапта фотосурет пен безендірудің бай материалымен бірге жеке құжаттарды, түп нұсқалары мен тең мәндес көшірмелерінің алғаш рет ұсынылуы да бұл басылымға айрықша құндылық береді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан жолы еңбегі 2006 жылы жарық көрді. Нұрсұлтан Назарбаев іскер саясаткер және көрген көшбасшы. Ол өзінің кітабында Қазақстанның мемлекет болып қалыптасу жолындағы әртүрлі кезеңдерге тоқталады. Кітап 9 тараудан тұрады. Тәуелсіздік стратегиясы деген тарауда елбасы 2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясын айқындап береді. Қазақстанның түрлі бағытта дамуына арналған әлеуметтік, саяси, экономикалық бағыттағы тапсырмалары берілді. Негізгі көңіл аударып қарайтын Ұлы Отан соғысының 75 жыл толуына орай фашистік Германияны жеңу үшін соғыс жылдары біздің қостанайлықтардың жеңіске қосқан үлкен үлестері жайлы көп ақпарат жазылған. 75 батырлық бет. Бұл бөлімде сіздерге Жеңіс паркі, Қостанай қаласының естелік орны туралы кітап даналарын ұсынамыз. Ұлы Отан соғысындағы жеңімпаз жауынгерлердің ұлы ерлігі қостанайлықтардың жадында мәңгілік сақталу үшін 1965 жылы Жеңіс паркінің негізі қаланған. Парктің аумағында азаматтық және Ұлы Отан соғысының кездерінде қаза тапқан жауынгерлердің бауырластар зираты бар. Бұл кітапта Ұлы Отан соғысының қаһармандарының ерліктері және соғыста болған кейбір оқиғалары жазылған. Қостанайлықтар Совет одағының батырлары атты кітапта Қостанай жерінің 31 кеңес батырын, даңқ орденінің 9 толық иегерін тәрбиелеп шығарғаны және 30 мыңнан астам қостанайлықтардың әскерде ордендерімен және медальдарымен марапатталғаны енгізілген. Облыстық ардагерлер кеңесінің Ұлы Отан соғысының Қостанай қаһармандары туралы естелік жобасы біздің жеріміздің тарихының ержүректік беттерін сақтап қалуға және жас ұрпақтарды таныстыруға мүмкіндік беретініне сенімдіміз. Осы кітап
өз оқырмандарын табады деген ойдамыз. Осы айтылған кітаптардан басқа кітапханада қызықты кітаптар бар. Олармен танысу үшін біздің кітапханаға келіңіз. Назарларыңызға рахмет.